Абай облысының Ақсуат ауылында тұғыры биік Тарбағатай спорт және өнер фестивалі жалғасуда. Бүгін қазақ күресінен Ырғызбай Досханаұлы атындағы әлемдік гран-при бәсекесі басталды. Төл спортымызды төрткүл дүниеге танытуды мақсат еткен айтулы сайысқа алыс жақын шетелден 40-қа жуық балуан қатысып жатыр. Бүгін Ақсуат ауылында қазақ күресінен әлемдік гран-при осымен 7-ші мәрте өтуде. Дүбірлі додаға дүние жүзінің 13 мемлекетінен 3 салмақта 37 балуан қатысуда. Ырғызбай Досханаұлы атындағы турнир біріккен күрес әлемінің халықаралық белбеулі күрес комитетінің күнтізбесінен енген ауылда өтетін жалғыз жарыс. Содан да болар сайысқа шетелдіктердің қызығушылығы ерекше. Биыл дүбірлі бәсекеге Филиппин мен Сербиядан да балуандар келді. Ал молдавандар сайыстың тұрақты қатысушысына айналған. Қазақ күресімен айналысып жүргеніме 5 жыл болды. Осындай жарысқа екінші рет қатысып отырмын. Бұл біз үшін ерекше спорт түрі. Филиппинде 100-ден астам адам осы спорт түрімен шұғылданады. Менің осы күрес түріне келгеніме 2-3 ай ғана болды. Біздің құрама бұл турнирге бірінші рет келіп отырған жоқ. Бір жылы қола жүлде алдық. Молдовандар қазақ күресін жақсы көреді. Ұйымдастырушылардың айтуынша Ырғызбай Досханаұлы атындағы турнир жаңадан құрылған Абай облысының спорт саласына тың серпін береді. Әсіресе ауылдардың инфрақұрылымын жақсартуға септігі көп. Аталған жарыстың басты мақсаты қарапайымда шет жатқан қазақ ауылын бүкіл әлемге таныту болатын. Бүгінгі күнде Ырғызбай Досханаұлы атындағы турнирді әлемдік біріккен күрес, жаңағы белбеулі күрес әлемдігінің кестесінде тұр. Қазақ елінің рухын көтереді, қазақ жастарының рухын, намысын көтереді. Үлкен саяси патриоттық іс-шара деп ойлаймын. Жарысқа қатысушылар қазір 3 салмақта кіл мықтының ішінен кім мықтыны анықтауда. Ал бұл сында ел намысын 3 бірдей балуан қорғауда. Бүгін Ырғызбай Досханаұлы атындағы гран-придің биылғы жүлдегерлері белгілі болады. Боз кілемде топ жарған балуан 2000 ақш долларын қанжығалайды. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысынан.